жәбірленуші тараптар сөйледі. Өздерін сөйлеген кезінде жәбірленуші тараптарға сот тарапынан біраз ескерту жасалды. Себебі жерімізді қайтарсын деген мәселе көтеріп, бұл осы уақытқа дейінгі келген мәселе сот жерге қатысты емес. Жерге бірде-бір қатысы жоқ. Тек қана жаңағы 61 миллион теңгенің төңірегіндегі мәселе. Сайрам ауданымен тым қаты жаза қолданған туралы айтылды. Енді келесі сот барысында уже ары қарай көреміз. Бірақ бұл бойынша енді бір айта кететін мәселе, бұл апелляциялық саты қандай да бір шешім қабылдағанның өзінде де Сарман тарапынан жоғарғы сотқа дейін бару ол көзделген, и ол іске асыратын нәрсе. Bizim мен осынша адамдар келіп отырмыз, оның еңбегі барлығы адал. Мысалы, міне бір жағдай, бір ауыр, біреуді өлтіріп, біреуді не алған жоқ, не бар ма? Төлеме? Төлейді. Балдары бар, ел бар, жұрт бар, төлейміз біздер. Осының біз осыны жоғарғы сот, Түркістан облысының соттары естісе, бізге Қали Сармановты босатып беріңіздер. Заңға сәйкес бәрін.